Казахстан в 2021 году отмечает 30-летие независимости. В рамках акции «Одна страна, одна книга» выбран девиз «30 книг 30-летию независимости». Для всенародного чтения были представлены 30 лучших произведений известных казахских авторов в области поэзии, прозы, драматургии, детской литературы и перевода. Мадина Омарова, кітаптың аты «Көмбе нанның дәмі». Прозасы әсіресе қысқа әңгімелер арқылы кеңінен таралған жазушы Мадина Омарованың бұл жинағында автордың драмат шығармалары мен мистикалық әңгімелері ұсынылып отыр. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. В абонементном зале организована книжная выставка «30 книг 30-летию независимости», приуроченная юбилею независимости Республики Казахстан. Балаларға арналған кітап. Авторлары Зира Наурызбаева, Лилия Калаус. Алтын тостағанды іздеу. Бату мен оның достарының бастан кешкендері. Шығармада Бату атты бала мен оның достарының басынан кешкен оқиғалары негізінде ертегі аңыз кейіпкерлері мен тарихи деректер тәуелсіздік кезеңінің бүгінгі шындығымен байланыстыра суреттелген. Шым-шытырық оқиғалар жанрында жазылған хикаят жас жеткіншек оқырмандарды қызықтырып, қиялына қанат бітіретін тартылымдығымен баурайды. Вниманию читателей представляются произведения выдающихся писателей Казахстана.